қазағымның қанында, күй ойнайды қазағымның жанында, жүрегінің түбіндегі дүрсілі, күмбірлеген домбырасы барында. Бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың үнісін сен домбыра. Деп жырланатын өлең жолдары, әркез домбыра күнін мерекелеу қарсаңында, әрбіріміздің аузымызға түсіп, рухани ойға шомып кететініміз анық. Ұлттық қазынамыздың ішіндегі асыл мұрасы саналатын домбыра аспабының қазақ халқы үшін алар орны ерекше екенін осы өлең шумақтарынан ақ түсінуге болады. Асқақтата ән салып, күмбірлетіп күй төккен өнерпаз халқымыздың ардақты музыкалық аспабын домбыра күні мерекесі қарсаңында барынша насихаттап, мәртебесін көтеру осы күндері әрбіріміздің ортақ парызымыз. Осы орайда бүкіл қазақ елі болып, еліміздің түкпір-түкпірінде кеңінен аталып өтетұғын бұл ұлттық домбыра күні бүгінде ұрпақ сабақтастығы үшін ұлттық қазынамызды насихаттау жолында өз септігін тигізері сөзсіз. Бұл айтулы игі шараны мерекелеу былтырғы жылы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында қасиетті Семей төрінде кең ауқымда тойланғаны көпшілігімізге мәлім. Әсіресе ширек ғасырдан астам тарихы бар Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінде Шығыс өңірі домбыра шеберлерінің алғаш бас қосқан халық қазынасының киелі мұрасы атты көрме фестивалін айтсақ болады. Азия фирмасы серіктестігінің демеушілігімен атқарылған айтулы мәдени шара музейдің ұзақ жылдардан бері қолға алып келе жатқан Қазақ қолөнері мерекесі фестивалі төңірегінде ұйымдастырылған болатын. Мереке нәтижесі аспап жасау жолында өзіндік қолтаңбасы бар Шығыс және Абай облысына қарасты аймақ аралық домбыра шеберлерінің тізімдік каталогының басылып шығуымен қорытындыланды. Халық көзайымына айналған игі шараның басты мақсаты өнегелі ұлттық өнеріміздің басты құндылықтарын аймақ төңірегінде түгелдеп, домбыра шеберлерінің өз шығармашылықтарында тәжірибе алмасуларына мүмкіндік беру еді. Халық назарында өзіндік дәстүрлі сипатқа ие болған бұл игі шара талғампаз халқымыздың баға жетпес бай мұрасының жалғасы ретінде алдағы уақыттарда да танымдық шығарылым жолымен өз жалғасын табуға сұранып тұрғандай. Осыған орай биылғы жылы Шығыс өңірі аймақ шеберлерінің ортасын кеңейту және олардың шығармашылықтарын халық назарына толығырақ ұсыну мақсатында Невзоровтар отбасы музейі әр жылдары аталып өтетін домбыра күні мерекесі қарсаңында шебердің үлгілі жолымен атты шеберлер шығармашылығы айдарын онлайн видео шығарылым ретінде халық назарына ұсынуды жөн санады. Шебердің үлгілі жолымен атты бүгінгі алғашқы айдарымыз дәстүрлі аспаптар жасау жолында өзіндік қолтаңбасы бар ескіліктің сарқытын арқалаған домбыра жасау өнерінің хас шебері Әшіріп Төлеуғазы Ахмет Кәрімұлы шығармашылығына арналады. Әшіріп Төлеуғазы Ахмет Кәрімұлы 1979 жылы Тарбағатай ауданы Көкжыра ауылында бабаларынан шеберлікті мұралық жолмен ұстанған қарапайым өнерлі отбасында дүниеге келген. Аспап жасау өнерін кезінде шеберлігі жағынан есімі көпке мәлім әкесі Ахмет Кәрімнен үйренген екен. Ауыл арасында Ахмет есімімен танылып кеткен әкесі өз кезінде Ақсуат ауданы Көкжар ауылында біраз жыл ауыл мәдениет ошағында еңбек еткен мәдениет үйінің режиссері, дәстүрлі әншісі және аспап түрлерін жасаушы 5 саусақ шебер болған. Өз кезінде дәстүрлі музыка сахна саңлақтары қатарында Тұрсынғазы Рахимов, Келдібай Өлмесековтермен замандас, Ахат Әшірұлы облыс аралық біраз гастрольдік сапарларда болып, жоспарлы концерттерде өнер көрсеткен дәстүрлі орындаушы. Өлке өнер тарихында 1986 жылдары Алматы қаласында өткен Семей және Шымкент облыстары ақын жазушыларының өнер сайысына қатынасқан талант иесі ретінде танымал. Кейінгі 90 жылдардағы ауыспалы кезеңдерде совхоздар тарап мәдени ошақтарының қысқаруына байланысты
Ахат Әшірұлы өнер жолындағы қызметімен қош айтысып, өмірдің соңғы ғұмырына дейін өз үйі маңындағы шеберханада домбыра аспаптарын жасауымен айналысып келген. Ахат Әшірұлының өнердегі еңбек жолына арналған «Ән домбыра» атты естелік кітап кезінде Ақсуат өңірін жақсы білген Нәкен Серікбаевтың 2012 жылғы зерттеу еңбегінде жарық көрген. Әке көрген оқ-жонар, шеше көрген тон пішер дегендей, бала кезден әке жолын пір тұтқан Төлеуғазы Ахмет Кәрімұлы әке бойындағы 5 аспап қасиетін барынша игеріп кетпесе де, 5 саусақ домбыра жасау шеберлік өнерін толығымен қабылдағандығын көруімізге болады. Әкеден балаға мұралық жолмен берілген бұл қасиет, болашақ шебердің мамандық таңдауында дұрыс шешім қабылдауына өз септігін тигізгендігін көреміз. Ұстаздан шәкірт озар демекші, жастайынан ұсталық салада қолының икемі бір жас шебер, қолөнердегі кәсіп жолын 1998 жылы Алматы қаласындағы Қазақ концерттік бірлестігінде бірден аспаптар жасаушы шебер ретінде бастаған екен. 2000-2021 жылдар аралығында Семей қаласында көпсалалы колледжінде білім жетілдірген. 2000-2014 жылдар аралығында Мұқан Төлебаев атындағы музыка колледжі маңынан ашылған аспаптар жасау шеберханасында кәсіби тәжірибесін шыңдаған. Сонымен қатар шебер біраз уақыт аспап жасау кәсіптерінің қыр-сырын толығырақ меңгеру жолымен дәстүрлі өнер саңлақтары Жоламан Қожманов, Еркін Шүкіманов және Әбдікәрім Зұлымов сынды белгілі дәстүрлі әншілермен бірлесіп, Алматы қаласы шеберлер бірлестігі шеберханасында шеберлігін шыңдай түскендігі және бар. Аспап жасау жолында 20 жылға жуық өзіндік тәжірибесі бар Төлеуғазы Ахмет Кәрімұлы қазіргі таңда кәсіби домбыра шебер ретінде өлкеміздің біраз аймақтарына есімі таныс. Оның ұлттық туындыларынан домбыралардан бөлек қыл-қобыз, прима қобыз, нар қобыз, даңғыра секілді қазақ ұлттық музыка аспаптарының біраз түрлерін кездестіруімізге болады. Әрдайым халық сұранысын ойдағыдай орындап, іскерлігімен таныла білген шеберге кейінгі кездері еліміздің біраз аймақтарынан арнайы тапсырыстар берушілер қатары күннен күнге өсіп келетіндігін аңғарамыз. Бұл тұрғыда шебер еңбек жолындағы кейбір естеліктерін былай әңгімелейді. Сұраныстар тек Семей, Аягөз өңірлерінде ғана емес, Өскемен, Павлодар, Баянауыл, сонымен қатар Алматы және Қарағанды қалаларынан да болып тұрады. Тапсырыс берушілер арасында қол жетімді домбыралардан бөлек, құрылымы күрделі әрі кәсіби ізденістерді талап ететін жоғары сапалы домбыралар да жасаған болатынмын. Мұндай сапалы аспаптардың алғашқыларына кезінде әйгілі әнші-композитор Тұрсынғазы Рахимов, дәстүрлі әнші Санақ Әбуовтардың сұраныстарымен орындалған есімде, дейді шебер өткенге көз жүгіртіп. Сонымен қатар мұндай өнер туындыларының жалғасын күйші дирижер Серік Малаев, Берік Байбосынов, Сара Тоқтамысова және дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалиевтар да өз орындаушылық талғамдарына сай арнайы жасатқан екен. Жалпы домбыра жасау кәсібі әркез шеберден тек домбыра бөлшектерін орындық ұқсатудан бөлек, заман ағымына сай әрдайым дизайндық келбетіне де жаңаша ізденімпаздықты талап ететіндігі сөзсіз. Осы тұрғыда шебер аспаптың дыбыстық акустикасымен қатар ерекше дизайндық көрінісінде үлкен мән беруді дұрыс санайды. Шебердің пішін мен құрылымы жағынан қайсы бір туындысы болмасын, оның әрлеуінде басым келетін контрасты түстерді жоғары деңгейде, эстетикалық жинақылықта барынша сабырлықпен ұтымды қолдана білетіндігі таңдай қақтырады. Оның дәлелі шебердің фестиваль түрінде көрініс тапқан ерекше қара түстегі домбырасы. Әсіресе домбыраның қорған тұсына орнатылған күрделі иірімдегі симметриялы өрнектер мен шанақ бөлшек ағаштарының ақ-қара контрасты түстегі жинақ әдісі шебердің шешуші сәтте жүректілігін сездіріп тұрғандай. Сонымен қатар домбыра құлақ алақанына орнатылған
жарық түсуіне қарай құбылып тұратын күміс пластина ерекше өрнектеліп жасалуымен көз тартады. Домбыра жасау шеберлігінде тұлғасына сай талант иесі бола тұра, Төлеуғазы Ахметкәрімұлы кейінгі кездері дәстүрлі қолөнер шеберлеріне байланысты өтіп жатқан біраз көрмелерден тыс қалып жүргендігі байқалады. Бұл туралы кейіпкеріміз былай түсіндіруде. Екі кеменің басын бірдей ұстап жүру әркімнің қолынан келе бермейтіндігі рас. Былай тартсам өгіз өледі, былай тартсам арба сынады дегендей, қаладағы отбасым, ауылдағы шаруашылық, сонымен қатар жеке тапсырыстардан бөлек кейінгі уақыттарда орын алған тендерлік жүйе, мүмкіндігінше олардың талап ұсыныстарын уақытында орындау секілді уақытқа тәуелді біраз сылтаулар кейбір мәдени шараларда көрінбей қалып жатқанымды көрсетеді. Бірақ қолдан келгенше қатынасып жүруге тырысамын, дейді шебер өткенге салауат білдіріп. Ұзақ жылдар домбыра жасау шеберлік жолында 2000-нан астам домбыра түрлерін жасаған шебер сайыс сахнасына сирек шықса да, біраз конкурстарға қатысып бақ сынасқандығын көруге болады. 2010 жылы Айша Бибі мәдениет орталығының ұйымдастыруымен өткен Шеберлер қаласы атты қазақ халқының ұлттық қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесіне белсене қатысушысы және диплом иегері. 2012 жылы Ертіс маңы әуені атты орыс өнерінің 10-шы халықаралық фестиваліне қатысып алғыс хат иегері атанған. 2016 жылы Алматы қаласында ұйымдастырылған республикалық аңыз домбыра шеберлері конкурсының дипломанты. 2021 жылы Семей қаласы Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінде ұйымдастырылған халық қазынасының киелі мұрасы атты аймақ аралық домбыра шеберлерінің фестивалінің кәсіби ізденімпаздығы үшін номинациямен бас жүлде иегері және мереке барысында ұйымдастырылған шеберлер ауылы шығармашылық сағатында белсенділік танытқан үшін алғыс хатымен марапатталған. Қазіргі таңда кенжелеп тұрған осы ұлттық өнеріміздің ұрпақ жалғастығы үшін әрбір шебер шәкірттер дайындауды қолға алып жатса, нұр үстіне нұр болары анық. Бұл қайсыбір шебердің көкейінде жүрген негізгі мәселелердің бірі екендігі жасырын емес. Осы төңіректе шеберіміз өз естеліктерімен былай бөліседі. Мен жас кезімнен осы өнер саласында жүргендіктен, менімен жұмыс жасасқан талай ауылдың жігіттері мен өзімнің артынан ерген екі бауырымда болды. Мен қолдан келгенше олардың қалауларына сай, әкемнен білген түйгендерімді үйреттім. Жұмыс барысында қырауыр еңбекті талап ететін бұл істе олардың біраз қол көмектері де тигені жасырын емес. Бірақ нәтижесінде көбі әртүрлі себептермен бұл салада тұрақтамады. Бастаған тірліктері де аяқсыз қалған күндері де болды. Жалпы домбыра ісін үлкейтіп, өзімен үзбей жұмыс жасасатын тұрақты жігіттерді де іздеген күндерінде болды. Ал осы өнерде бірге алып шығуды сонау бала кезден армандаған өзімнен кейінгі екі бірдей бауырларымда бар еді. Бірақ мезгілсіз екеуі де жастайынан ажал құшты. Содан бері осы күнге дейін әкемнің аманатын отбасымда өзім жалғыз тартып келемін, дейді бір сәт өткенді еске алған Төлеуғазы Ахметкәрімұлы. Қазіргі кезде шеберіміздің жанында әрі шәкірті, әрі көмекшісі ретінде қалыптасып, өнердің қыр-сырын меңгеріп келе жатқан екі бірдей ұлдары бар. Олардың бастама жұмыстарына қарап, болашақта нағыз домбыра ісінің хас шебері деуге де әбден лайық. Жанұяда екі ұл мен екі қыз тәрбиелеп отырған бүгінгі кейіпкерімізге
болашақта бейнетінің зейнетін көріп, бабалар аманатын ұрпақ жалғастығы мен жалғастыруда мол шығармашылық табыстарға кенеле беруін тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі шығарылым төңірегінде кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.